Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, мен бір адамдарға таң қаламын дейді. Алла тағала кекілдерінен сүйреп тұрып жәннатқа жетелейді дейді. Қандай бақытты адамдар да. Күнәнің ортасында жүруге мүмкіншілік жоқ та ода. Неге? Өйткені Алла тағала мына жаққа мәжбүрлеп қойған да. Алла субхана тағала біреуге жақсылықты қалаған уақытта ол істемейін десе де сол жақсылықтың ісінде мәжбүр болып қалады. Меккенің харамда туған, харамда өскен, олар шөлдесе ішкені зәм-зәм, қарны ашса жегені құрма, сонымен сол жерде жаназа шығып кетіп отырған адамдар да. Не деген бақыттылар да аналар ше. Алла субхана тағала кекілінен сүйрегенде солай сүйрей салады да біреулерді, көрдіңіз бе? Алла кімге рахматын төксе, оған ешкім тосқауыл бола алмайды. Алла кімге қаһарын төксе, оған ешкім тосқауыл бола алмайды. Осының дәлелі болды ол нәрселер. Кейбіреулер бар, Алла субхана тағала қаһарын төккен, олар Кәбадан шықпайды, олар сол жерде. Бірақ Алла субхана тағала ақиқатын алып қойған, олардың жағдайы өте қиын. Алла субхана тағала сені анадан мынадан жұлып әкеп жақсы ортаға салып діннің жұмысына Алла кімнен қабыл қылатынын біз білмейміз де. Ақырына дейін біз уайымдаймыз. Дүниеде жақсылық істеген болып көрініп, ақыретте зая қалмайық. Абдурахман ибн Ауфтың алдына толықтай піскен тауық келген уақытта жылады да жаңағы. Пайғамбар жемеген мына тамақты деп жей алмай жылап кетіп қалды. Неге жемедіңіз дегенде, әжір сауабы дүниеде беріліп қойғандардың қатарынанмын ба деп қорықтым деді. Мен достоймын ғой, негізі достойнымын ғой деп жүрген ақымақтармыз да, былайша айтқанда. Мен бұдан да жақсы үйде тұруым керек, мен бұдан да жақсы тамақты ішуім керек деген нәрселер қате түсініктер алып кетіп бара жатыр.